Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бірге презентация жасауға арналған жасанды интеллект платформаларының бірі гамма апқа тоқталмақшымын. Бұл жерде тіркеліп аккаунтпен тіркеліп кіресіздер, Google аккаунтпен. Ақыл нұсқасы да бар. Біз тегін нұсқасын жасайын деп отырмыз. Тегін нұсқасына мындай кредит беріледі. Сол кредит арқылы жасауымызға болады таусылғанша. Енді бұл жерде бірінші міне сол жағындағы меню қатарда бірінші Home деп тұр. Осы жерге бассаңыздар, біздің бұрын жасаған презентацияларымыз тұрады. Және де жоғары жағында міне Create Now деп тұр. Жаңадан жасанды интеллект арқылы мен презентация дайындамақпын. Осыны шертемін. Сол кезде мына жерде бізде мүмкіндіктер. Промпт жазу арқылы жасауға болады. Қысқа ғана мәтіндерді жазу арқылы жасауымызға болады. Бұрын жасалған презентациямыз болып стилі несі ұнамай тұрса, соны қайта өзгертіп жасауымызға болады. Мына жерде сілтеме қоюға да болады. Әрқайсысын мысалға басып көрсек, ішіне қарау арқылы да түсінеміз. Мына жерде Word, PDF нұсқаларды арқылы да жасауымызға болады. Сол документімізді салып, сол бойынша да. Енді мен қазір бірінші нұсқасы промпт арқылы жасайын деп отырмын. Бастым. Мына жерде міне презентация ма, веб-сайт па, документ па, не нәрсе екені бәрі шығып тұр. Мына жерде жаңа мүмкіндік дейді, графикада жасайды екен ішіне. Енді мен жасайтын тұрған презентация. Мына жерде неше бет болу керек презентацияда. Тегін нұсқасында осы 10 бетке дейінгі мүмкіндіктерді қолдана аламыз. Арман қарай уже про нұсқасына кетеді. Енді мен тегін нұсқасында 10 бет болатын. Мына жерде стилін тегін нұсқасы осы тек қана классикалын пайдаланамыз. Мына жерде өлшемі қандай өлшемде болу керек? Мен 16:9 өлшемін таңдаймын. Тілден қазақ тілін таңдадым. Мына жерден тілден міне қазақ тілін таңдадым. Енді мына жерге алып келіп өзімнің промптымды қоямын. Мен алдына дайындатып алған промптым бар ChatGPT-ға. Соны қояйын деп отырмын. Мен промптымды қойдым. Мына жерде жоғары жағын таңдап болдым. Енді арман қарай міне edit prompt шертем. Бізге қазір қандай қылып презентация дайындап береді, көретін боламыз. Енді қараңыздар, мына жерден мен көп ештеңе де өзгертпейін деп отырмын бұл жерден. Тілімнің барлығы осы күйінде тұра береді. Түстерін сәл ашықтау қылып таңдасам. Мына жердегі стилінде таңдауға болады. Мен қазір жоғары жағында өзі бөліп та қойған. Басқа ештеңе де өзгертпеймін. Дәл осы күйінде тұрсын. Енді Generate деп басатын боламын. Бізде жасап бастап жатыр. Қазір көреміз қалай болып шығатындығын. Бізде уже мысалы 8-ші бетін жасап жатыр. Осылай қылып біз айтқан 10 бет слайдты жасап шығады. Менде енді мана 380 кредит болды. Қазір бір неге қанша кредит алғанын қарайтын боламыз. Негізінде 10 кредит екен, солай алады деп ойлаймын бір презентацияға. 10 беттік. Міне, біздің презентациямыз дайын болды. Осы презентацияны өзіміз алып, көшіріп, арман қарай қолдануымызға болады. 10 беттік презентацияны дайындап берді. Одан бөлек мына жеріндегі нелер бойынша біз мысалға тегін нұсқасының ішіндегі мүмкіндіктерді осылай мысалы QR-код әкеліп сілтемесімен жасап қойып кірістіріп, өзіміз енді қажетті толықтырулар енгізе аламыз. Енді бұны біз арман қарай презент деп бассақ, өзіміз үлкейтіп қарай аламыз. Презентация қылып үлкейтіп қалай аламыз. Мен QR-код басып жібердім, бірінші бетіне орналасты. Бұны алып тастауға болады қазір. Ол QR-кодқа қоятын QR-кодымыз жазып барып қойсақ, орналасатын болады. Міне осылай қылып, келесі бетке шертіп, осылай қылып, презентациямызды көріп шыға аламыз. Енді бұл жасаған презентациямызды біз өзімізге қалай сақтап аламыз? Егер де сіздердің компьютерлеріңіз жасап алған кездегі презентацияның
міне мен соңғы презентациям қазір көрсетемін. Мынау жаңағы не, мен алып тастаймын бұны, мен құрған жоқпын, жасап көрдім ғой тек қана. Енді бұны ары қарай өзіме сақтап алам. Енді ары қарай сақтап алам. Мына жерден міне экспорт басамын. Осы жерден бізге енді қалай сақтаудың түрлерін сұрап тұр, PDF қылып, PowerPoint қылып, Google Slide қылып сақтап алуға болады деп, PNG форматта дейді. Енді мен сақтап алайын деп тұрмын барлығын. Барлық несі керек маған. Мен PDF қылып сақтаймын. Мендегі PowerPoint нұсқамда менде қате болып тұр, PowerPoint нұсқам қабылдамай тұр. Мен сол себепті мен PDF қылып сақтап аламын. Скачать PDFті бастым. Міне, мына жерге міне көшіріліп жатыр. Міне, көшірілді. Осы жерде басамыз, міне тұр. Өзіміздің қаяққа көшірілді, менде міне тұр. Мен загрузканың ішінен міне осыны ары қарай ашып, PDF форматында ашылады. Міне жаңадан осы жерде ары қарай қолдана бересіздер. Міне біз бүгін презентация жасауға арналған гамма платформа тоқталып өттік. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, каналды қолдай отырыңыздар.